Шымкентте республикалық олимпиадаға келген оқушылардың астан улану жағдайы бойынша штаб құрылып, арнайы комиссия тексеруді бастады. Ал 14 пен 18 жас аралығындағы 15 оқушы болса, әлі де ауруханадан шыққан жоқ. Дәрігерлер олардың жағдайы тұрақталғанын айтуда. Оқушылардың сөзінше бургер бар, суши мен сорпасы бар, салат пен шоколад сияқты түрлі ас жеген. Бірақ олар Шымкентке келген соң астан уланды ма, жоқ әлде жолда келе жатып пойызда жеді ме әлі белгісіз. Сондықтан сараптамалар тағайындалды. Және соның қорытындысына ғана сүйеніп нақты айтуға мүмкіндік бар. Білім сайысына елдің әр түкпірінен келген 904 бала Шымкентте 3 жерге жайғастырылған екен. Соның ішінде университет жатақханасына орналасқан 15 оқушының іші өтіп жүрегі айныған. Бірден ауруханаға жеткізілген жас өспірімдердің нақты қай тағамнан уланғаны белгісіз. Десе де бұл жатақханаға ас жеткізуші компания шеттетілген. Қазір оқушыларды әр өңірден әкелген жетекшілері де тексеріліп жатыр. Егер балалар жатақхана сыртына шығып, басқа жерден уланғаны расталса, оларға бас көз бола алмаған тәлімгерлері де жазаланбақ.